Ассаламу алейкум. Бүгінгі видеороликте мен сіздерге визуалды түрде электр щитті жинап көрсететін боламын. Бұл электр щитті былай айтқан кезде бюджетті вариантта жинауға болады деп ойлаймын. Біздің жинайтын электр щитіміз мынандай 12 модульге, яғни 12 автоматта сыйғызалады. Бұл электр щитқа мен былай айтқан кезде электр счетчигін бір фаза электр счетчикті орналастыратын боламын. Бізде электр счетчик Меркурий осындай электр қалқанына, электр щитокқа дендрейкіге орналастыратын электр счетчик бір фазалық. Яғни электр счетчигін алған кезде қараймыз 230 вольт 560 ампер ток күшіне есептелген екен, 50 герц біздің счетчигіміз. Одан кейін бізге автоматтар керек болады. Менде автоматтар TDM дейді, фирмасынікі. Ең бірінші екі полюсті автоматты орналастыруға болады, негізгі автомат ретінде, яғни бастық автомат орналастыруға болады, немесе бір полюсті автоматты алса да болады. Мен бір полюсті автоматты аламын. Осыны аламын. Одан кейін автоматтың тип таңдаймыз. Көбінде біздер тұрмыста үй жағдайда B немесе C типті автомат таңдасақ болады. C тип таңдаймын. Менде былай айтқанда водный автомат десек болады. 25-32 амперлік таңдаймыз. Оны электр сымының қалыңдығына байланысты болған таңдалады. Бізде жалпы автоматта жаратқыш негізгі электр сымын қорғауға арналған. Бұл негізгі автомат. Енді одан кейін маған не керек болады? Маған нулевая шина керек болады. Шина. Нулевая шина. Так. Шина. Шинаны мен төменге орналастырсам да болады. Негізі төменге орналастырсам немесе жоғары орналастырсам да болады. Мен шинаны төменге орналастыратын боламын. Немесе жоғары орналастырса болады. Өзіне ыңғайлы электр щитін жинаған кезде қараймыз. Мына менде шина, нулевая шина, былай айтқанда шина біреуі заземлениеге арналады, екіншісі мына нөл сымдарын жинауға арналады. Осылай белгілеп қойсақ та болады өзім үшін. Так, одан кейін мен бір автоматтарды шығарамын. Енді менде автоматтар 16 ампер қоямын. Мысалы, әр бөлмеге бір розеткеге автомат қойсақ болады 16 ампер. Розетке 16 ампер таңдаймын. С типті. Мысалы, менде айтайық 4 бөлме бар дейік. 4-еуіне де 16 амперлік розеткеге 16 ампер таңдаймын. С типті. Енді қалған екі полюсті, бұны мен 10 амперлік таңдаймын. Мен бұны неге жіберемін? Электр жарық шамдарына жіберетін боламын екі автоматты. Так, одан кейін біздер сым керек болады бізге. Электр сымдары. Электр сымын аламын. Так. Электр сымын таңдаймыз. 6 немесе 10 квадрат таңдаймыз. 6 квадрат таңдаймын. 25 амперге. Менде водный автомат. Так.
Жалпы электр щитін жинаған кезде ең әуелі фазамен 0 берместен бұрын, қоспастан бұрын негізі счетчиктен шығатын электр сымдарды автоматқа жағалап алған дұрыс болады. Сондықтан ең соңынан былай айтқан кезде, егерде былай айтқан кезде под напряжением дейді ғой, енді кейбір уақыттарда под напряжением қосу керек болады. Мысалы электр сымдар мысалы сондай жағдай болады. Сол кезде соңынан қосса болады. Егерде сізде кейіннен мысалы электр соқасынан жалғайтын болсаңыз, онда ең әуелі электр сымын жалғап алсаңыз болады. Менде мысалы айтайын, ең әуелі бірінші клеммасына жалғаймыз счетчиктің, бұл бізге фаза сымы кіреді. Фаза сымы менде жоғарыдан кіргіземін. Мысалы бұл жерде маркировка ұмытып кетіппін. L1 деп маркировка десе болады. Қалың мен түсін оның мысалы көбінде бізде қоңыр қара сым болып келеді. Қоңыр түс деп алайын. Қоңыр түсті. Фаза сымын кіргіземін. Бұл сырттан кіретін, яғни электр соқасынан кіреді. Немесе көп қабатты үй болатын болса, банағы коридордан дейді, коридордан кіреді. Коридордан кіріп тұрған фаза мен 0 сымы. Бұнда 6 квадрат аламын. Маркировка менде N 0 сымы болсын, 0 деп белгілеуге болады. Бұның түсін мен бірден көкке бояймын. Менде көбінде стандарт түрде көк сымды 0 ретінде алады. Оны келіп мен яғни электр счетчиктің 3-ші клеммасына қосамын. 3-ші клеммасына қосамын. Бұл менде банаға мысалы электр соқасынан келіп тұрған сым деп алсам болады. Енді электр счетчигіне фаза мен 0 сымын қостық. 6 квадратты. Енді біздер енді счетчиктен электр сымын шығарамыз. Бұл бізде яғни 6 квадратты сым шығады. L1 деп маркировка білеймін. L1 деп оны мен яғни фаз келіп тұрған клеммадан, екінші клеммадан счетчиктің шығарамын да оны апарып мен яғни автоматтың үстінен жалғап қосатын боламын. Мінекей, үстінен қоссақ болады. Счетчиктің артымен жіберсе болады, егерде орын болса. Мен жанымен жіберетін боламын. Бос орын болса артымен жіберуге болады. Осылай. Онда сым түсті, қоңыр сым дейін. Қоңыр түсті. Фаза сымын автоматқа қостым. Енді 0 сымын мен бірден мына 0-гі шинаға жалғаймын. Квадрат. Мінекей жалғаймын. Яғни электр счетчиктің 4-ші клеммасынан 0 сымы шығады бізде. Оны мен апарып клеммаға қосамын. Астынан қоссам болады, дұрыс болады. Астынан қосқаным дұрыс болады. Астынан қосамын. Автоматтарға кедергі келтірмеу үшін. Так.
кетпей түрге болады. Енді бізге мұнда автоматтарға былай айтқан кезде, мынау біздің негізгі автомат. Осыдан енді автоматты шығарамын. Яғни мына автоматты өшіргенде бізде қалған автоматтың барлығы өшетін болады. Яғни мына 25 амперлік, қалғандар 16-10 амперлік. Оны біздер 6 квадрат таңдаймыз. Негізгі автомат болғандықтан. Оны апарып мына автоматтың үстіне қосатын боламын. Автоматтың үстіне қосатын боламын. Ортасына қоссақ та болады. Себебі бізде қазір шинка салатын боламыз. Бұл пысымызды біздер артымен жіберсек те болады. Негізі артымен жіберсек те болады. Мынаны алға шығарайық. Автомат мұны артына жібердік. Осылай дұрыс болады. Артына жібереміз. Бұны да түсін, бұл айтқан кезде біздер қоңыр түске қоңыр түсті сымды аламыз ғой негізі. Бір түсті аламыз, фазы сымын бір түсті аламыз. Өзімізге баланы айтқан кезде шатаспас үшін. Одан кейін мен айтқан кезде мынаған переметчика былай салсақ болады. Бірақ ең дұрысы қазіргі уақытта соединительный шина дейді, жалғаушы шина дейді, соны салатын боламыз. Яғни бір полисті. Бір полисте мұнда бізде шина бар. Осыны алып біздер мұнда салатын боламыз. Мына жерге бір орын автомат қалған екен. Оған тағы бір бөлменің электр жарық шамына деп ала қояйын қасына. 10 амперлік деп. Немесе қажет болса 6 амперлікті таңдау болады. Осылай. Осылай алсақ болады. Мінекей. Бізде бір фазалық счетчикке мінекей қосылады. Фазымен 0. Одан кейін негізгі автоматтан аламыз. Бұл автомат ажырататын болса, қалған автоматқа барлығына есейді. Электр қорегі бармайды. Яғни астымен электр қорегі жоғарыдан келеді, астынан шығады. Электр қалқан шитінің артынан жібереміз. Одан кейін нулевой. Яғни фазалық шина қосу үстіне жалғаймыз осындай. Фазалық шина таңдаған кезде де, яғни біздер несі амперажына қараймыз ток күшіне. Яғни 40 ампер, 60 ампер дейді, 63 ампер деген солай айтқан кезде шинаның қалыңдығына байланысты сатылады, жасалынады. Солай дұрыстап таңдап алуымыз қажет. Яғни нулевой шинада, мына шинада да біз есептеледі бағанағыдай 25 ампер, 40 амперге дегендей. Сондықтан да бағанда таңдаған кезде бұны да қараймыз. Егер сіздің тұтынатын электр құрылғыларыңыз бұл айтқан кезде үлкен жоғары киловатты болса, онда қалыңдауын үлкен ток күшіне есептелген алуға болады. Қысқаша электр осылай шит жинау болады, бюджетті вариантта. Ешқандай қиыншылық жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде мына автоматтан шығатын электр сымдары біздер 16 ампер алдық. Бұл жерге 2,5, 3-2,5, 2,2,5 мм квадратты батқанға ВВГ НГЛС деген сымды қоссақ болады. Яғни монолитті сымдарды қосу болады. Онға біздер 1,5 мм квадратты немесе батқан кезде электр сымдарын жалғасақ болады. Мына жерден фаза шығады, әр бөлмеге розеткасына барады. Мына 4 автомат, мына 3 автоматты біздер 2 10 амперлік, 1 6 амперлікті біздер электр жарық шамдарына
жіберсек болады екен. Бұл 12 мольдық шит. Бұл айтқан кезде қарапайым бюджетті вариантта. Так, енді бұның біздер электр шиттің қалқанын жабамыз. Осылай болғаннан кейін, жұмысты бітіргеннен кейін бетіндегі крышкасын жабатын боламыз. Егер де сіздерге осы видеоролик ұнап жатырса, онда өз каналға тіркеліп лайк басып кетеміз. Сау сәлеметті болыңыздар.